сендерді жұп қылып, әйел қылып жараттық қой дейді Алла Тағала. Бұл да бір өте үлкен Алланың нығметі, адамзатқа сыйлаған. Сонау әуелгі адамның өзін жаратқан кезде Алла Тағала адамның көңіліне сондай бір керемет жұптық, мысалы жаңағы нығметті сыйлау үшін жалғыздық Алла ғана жарасады дейміз ғой. Сол сияқты жұбын жаратуды қалап, Адам алейхиссалам ұйықтап жатқан кезінде тәпсір кітаптарында айтылуы бойынша соның жағына жүрек тұсындағы қабырғасынан жарын жаратып қойған екен деп. Сөйтіп Адам алейхиссалам ұйқысынан тұрысында қасында бір жаратылыс отыр екен. Сен кімсің дегенде, мен әйел затымын дейді. Сонда сен не үшін жаратылдың деп адам сұрайды. Сол кезде саған тыныштық сыйлау үшін дейді. Сонда мына әйел затының өзінің жаңағы үйіндегі отбасындағы жауапкершілік